есімім өзім Тұрсынзаде мектебінің тарих пәні мұғалімі Айша Хармонқызы болады есімім. Білгенің 9, білмегенің 99 дейді ғой жаңа. Бүгін білім қоржынымды мен әбден толтырдым десем өтірік болмайды. Осы біз тарихтан бізге белгілі 20 ғасырдың басында электр тогы пайда болған кезде адамдар өте қатты қорыққан екен де, электр тогы жаңашылдық болды ғой. Дәл сол секілді жасанды интеллекттен бүгінгі күнде ұстаздарымыз сәл бір қорқып жатқан біз байқауымызға болады екен да, бірақ бүгін мен Назира апайдың сабағынан да, Қаламқас апайдың сабағынан да жасанды интеллекттің педагогтың жұмысын едәуір жеңілдетіп, олардың энергиясын үнемдеуде, қалған энергиясын біз оқушыларға мейіріммен жаңағы басқа жолмен түсіндіруімізге болатынын жақсылап ұғындым. Соның ішінде Назира апайымыз өзі жоқ екен, артынан сөйлесем жаңағы не болмас, плюс жақтары өте көп, 90%-дық плюс жақтары бар Назира апайымыздың. Бізге былай ұқтырылады ғой, педагогикада бүгінгі немізбен өтетін болса, екі әдіс тәсілдің өзі мұғалімге 45 минуттың ішінде жеткілікті болатын болса, Назира апайымыз 4 әдіс тәсілді өте керемет уақытылы орындап шықты. Біздің тарих сабағымыз фактілерден құралғаны үшін пысықтау болды. Жаңа сабақта керемет түсірді. Бірақ Назира апайымыз жаңағы тарих сабағында, мен өзім тарих мұғалімімін, оқушыларға сабақ беруде аралас мектептің мұғалімімін, және біздің ауылдағы оқушылардың 90%-нан көбі тәжік ұлтының оқушылары да. Енді мен Қазақстан тарихын ұқтыруым үшін оқушыларға өзім осы нәрсені бастан өткізуім керек. Апайымыздың сабағы қазақ зиялылары тақырыбы туралы еді. Мен бұл тақырыпты керек болса жылап та өткенмін да, апай. Өте жаңағы күрделі сабақтар, күрделі тақырып болған үшін. Апай оқушыларға көбінесе бұны патриотты рухты сіңіруге әрекет жасау керек деген бір кішкентай не беріп өтер едім. Себебі жаңағы сөз бар ғой, аясаң аяма дейді. Осы сөзді Назира апай кетіп қалды, болмаса өзіне айтпақшы едім. Қаламқас апайымыздың шебер сабағына қатысып өте көп әдіс тәсілдермен қатар апайымызға сұқтанып та қарауға үлгеріп алдық. Себебі апайымыз өте аз уақыттың ішінде, өте аз белгілі жаңағы сіңірген еңбегінің арқасында ең биік мұғалім үшін, барлығымыз үшін арман болған Алтынсарин медалімен марапатталған екен. Осы марапатты не үшін алғанын жаңа мен жазып бітіре алмай жатырмын. Себебі мен әлі 30-ға толған жоқпын, бірақ апайдың меңгерген жасанды интеллекті, интернетті қолдану, сабақты қалай қызықты өткізу әдіс тәсілдері мен үшін өте жаңалық болды. Және мен бұларды дерлік барлығын сабақта қолданамын деп уәде беремін, апай. Сізге бұл үшін үлкен рахмет. Бүгінгі күнім өте сәтті өтті. Барлық ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Қосып бар ма? Тарих географияға? Барлығымыз қосыламыз ба? Жақсы, рахмет барлықтарыңызға.